Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 56. Тілі басқа болғанмен тілегі бір. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып, Герольд Бельгердің пікірі берілген азат жолдағы негізгі идеяны атаңдар. Сонау қиын қыстау күндері ел-жұртын ата-мекенін тастап, жат елге қоныс аударған өзге ұлт өкілдері еліміздің барлық саласында еңбек ете отырып, соның ішінде қазақ әдебиеті мен мәдениетіне де өз үлестерін қосты. Соның бірі қазақ әдебиетіне үлкен еңбегін сіңірген неміс ұлтының өкілі Герольд Бельгер. Қаламгердің ауыл шетіндегі үй, даладағы шағалалар, алты асу, тас өткел, бауырластықтың жанды бейнесі, созвучие, уақытпен бетпе-бет, мотивы трех струн, Гете и Абай, родство, земные избранники атты зерттеу еңбектері жарық көрді. Жазушы, менің Абайды тануым Гетені түсінуден басталуға тиіс сықылды еді. Қаншама қазақша оқып, қазақ ауылында өстім дегенмен неміс емеспін бе? Бірақ бәрі керісінше болып шықты. Мен әуелі Абай арқылы Гетені таптым. Бұл әшейін айтыла салған жалтырақ сөз емес. Басқасын былай қойғанда Гетенің әйгілі «Жолаушының түнгі жыры» атты өлеңі мен әуелі Абайдың «Қараңғы түнде тауғалық» деген өлеңін оқып барып, Лермонтовтың «Таушыңдары» арқылы бойыма сіңіріппін деп жазады. Жазушының мақалалары мен әңгімелері кірген 25-тен аса жинағы бар. 2003 жылы жарық көрген «Кезбенің үйі» романы оқырмандардың ерекше ықыласын аударып, қызығушылығын тудырған туынды болды. Роман желісі Қазақстандағы этникалық неміс ұлтының тағдырына арналған. Шығармада жазушының көзімен көріп, өз басынан кешкен оқиғалары баяндалады. Дүрбелең зұлмат жылдардың қиыншылықтарын басынан кешкен қазақ пен неміс ұлттарының тағдыры суреттеледі. Төл әдебиетімізге өз үлесін қосқан ұлт жанашыры Герольд Бельгер 2015 жылы 7 ақпанда өмірден озды. Азат жолдағы негізгі идея жазушының ұлты басқа болса да, Абай поэзиясына деген ерекше ықыласы, қазақ өлеңіне деген сүйіспеншілігін көрсету. Екінші тапсырма. Өздеріңіз ізденіп атаулар туралы 3 сұрақ тәсілімен Қазақстанға жер аударылған ұлттар мен ұлыстар туралы ой толғау жазыңдар. Бірінші қадам қайда, екінші қадам қалай, үшінші қадам қандай? Әртүрлі этностардың бір шаңырақ астында бірігіп өмір сүруі, біркелкі дамуы көп ұлтты мемлекеттер үшін өте күрделі мәселе. Қазақстан да сондай мемлекеттер қатарында. Екінші дүниежүзілік соғыста гитлерлік әскерге көмектесті деген сылтаумен Кавказ, Қырым жағалауындағы халықтар туған жерінен алыс жерлерге күшпен жер аударылып келді. Қазақстанға жер аударылған корей, ингуш, шешен, түрік, болгар тағы басқа халықтар әртүрлі еңбек салаларында қызмет етті. Осылайша елдің дамуына өз үлестерін қосты. Кейіннен олардың елдеріне қайта оралуына мүмкіндік болса да, көпшілігі Қазақстан жерінде түпкілікті қалып қойды. Бүгінде олардың бәрі Қазақстан Республикасының тең құқықты азаматтары. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қойылатын тиісті жалғауларды тауып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазыңдар. Еліктеу сөздерді қосып, мәтін мазмұнын 3-4 сөйлеммен қорытындылаңдар. Қазақ деген жан-жағына қамқоршы болып жүретін халық қой. Ол кезінде артта қалғанды алға жетелеп, жалаңаш қалғанды киіндірді. Аш қалғанның қарнын тойдырды. Енді бүгін біз неге сол қазақтың тілінің дамуы үшін түгел қауым болып жұмылмаймыз? Қазақтың тілі мен тарихын білмеген жастың бойында бұл елге деген құрметі бола ма? Ол қазақтың жерін қалай қадірлесін? Менің ылғи айтып жүретінім қазақ тілінің жайы. Қайткен күнде қазақтың тілі өзінің тұғырына қонады деген мәселе. Отандастарыма, орыстың да, ағылшының да тілін біл. Тіпті Әл-Фараби бабамыз секілді бірнеше тілді меңгер. Біреудің жолына екінші адам кедергі болмайды. Бірақ жергілікті халықтың тілін білу сол халыққа деген сыйластығыңды білдіретінін ұмытпа дегім келеді. Қорытынды. Әрбір халықты өз тілінің тағдыры елең еткізері анық. Ұлты үшін шыр-шыр еткен тіл жанашырлары мұны жақсы түсінеді. Сондықтан да қай елде тұрсаң, сен сол елдің тілін құрметтей білуің керек. Мұндағы еліктеуші сөздер елең, шыр-шыр. Еліктеу сөздер.
4-ші тапсырма жазылым. Герольд Бельгер мен Асылы Османның және елбасының сөздеріндегі ортақ идеялар тауып, соған қатысты өз ойларыңды қош жазба күнделігі арқылы жазыңдар. Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласына сан түрлі ұлттың өкілдері қоныс тепті. Бүгінде олар тегі басқа болғанмен теңдігі бір, қаны бөлек болғанмен жаны бір, арманы ортақ біртұтас халыққа айналды. Туған елінің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді әр уақытта. Осылай елдігіміздің ертеңі, ошақтың үш тағаны секілді, бір халық, бір ел, бір тағдыр деген үш сөзге сыйып отыр. Нұрсұлтан Назарбаев. Үзінді. Неге біз сол қазақ тілінің дамуы үшін түгел қауым болып жұмылмаймыз? Қандай ұлт болмасын, қазақ елінде тұрғандықтан сол елдің тілінің дамуына үлес қосуы қажет. Туған елінің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді әр уақытта. Қандай ұлт болмасын, қазақ елінде тұрған соң сол елдің азаматтарының тағдыры бір. 5-ші тапсырма. Көркемдегіш құралдарды қолдана отырып, берілген сөйлемдегі ойды жалғастырып шағын мақала жазыңдар. Өзі өмір сүретін елдің тіліне құрметпен қарау әр азаматтың парызы. Қандай ұлт болмасын, тұрған жері, елі оның отаны болып саналады. Сондықтан өзің өмір сүріп жатқан, ауасын еркін жұтып, тыныстап жатқан ел сен үшін қымбат болуы қажет. Сол елдің халқын, салтын, дәстүрін бәрін ерекше құрметтей білгенің жөн. Қазақ халқы қонақжай, ешкімді түр-түсіне қарап бөлмейтін, кең пейілді, мол мейірлі халық. Қиын-қыстау заманда қазақ жеріне келген әрбір ұлт өкілдеріне ерекше жылы қабақ танытты. Бүтінін бөліп берді, жартысын жарып берді. Әрбір халықтың басты құндылықтарының бірі оның ғасырлар бойы бірге жасап келе жатқан тілі. Бір шаңырақ астында өмір сүріп жатқандықтан сол елдің тілін қадірлеп қастерлей білу қажет. Әрбір ұлт өкілдері мұны түсінуі тиіс. Сонда ғана елдегі ауызбіршілік артып, болашағы жарқын болмақ. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп